Мен Бектаева Ділназ, қазақ әдебиеті пәнінің оқытушысы Балауса Амантайқызының Фариза Оңғарсынова туралы өткен сабағына кері байланысымды ұсынамын. Фариза Оңғарсынова, қазақтың халық ақыны, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5 желтоқсанда қазіргі Атырау облысындағы Манаш ауылында дүниеге келген. Фариза Оңғарсынова 1961 жылы Атыраудағы мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша тәмамдап шығады. Фариза ақынның өлеңдерінің құдіреті асау мінез бен ащы шындықты айта білуінде. Ақынның әр өлеңінде қайсарлық, адамгершілік, махаббат, сенім сияқты адамдық қасиеттер көрініс тапқан. Сондай өміршең өлеңдерінің бірі өлең «Мен сені аялап өтем». Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен, өзіңмен қоштаспадыммен. Күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұнымды, өзіме өліскен үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскен үшін, өлең, мен сені аялап өтем.